Сәлем бердік, сіздермен бірге келін асханасы. Бүгін бірге осындай ауыз ашарға, кешке, обед уақытына жеңіл духовкада пісетін тамақ әзірлейік. Фарштан қандай тамақ жасасам деп ойланып жүрсеңіздер, осы рецепт сіздер үшін. Дәмі деген өте жұмсақ, балқытылған ірімшікпен өте жақсы үйлескен. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге картоптың пюресі керек. 700 грамм, 300 грамм кез келген фарш, бір жұмыртқаның сарыуызы, тұз, қара бұрыш, пияз, паприка, кішкене сары май және ірімшік, сыр. Пюреге сары майды қосып араластырып аламыз. Тұз, бұрыш, жұмыртқаның сарыуызын қосып, бәрін біріктіріп араластырамыз. Және ең соңында сырды қосып, 50 грамм сырды қосып, біріктіріп аламыз. Фаршымызды дайындаймыз. Фаршқа бір пиязды турап араластырамыз. Бұл уақытта біз духовкамызды, пешімізді қосып қоямыз 180 градусқа. Тұздаймыз, бұрыш қосамыз. Мен паприка қостым, қара бұрыш қостым. Сіздер өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Болды, тамағымыз дайын болуға тақап қалды. Духовкаға сала салсақ болды. Видеоға түспей қалыпты, не себепті екенін білмеймін. Картошканы өстіп домалақтап алдым да, осындай формаларға келтіріп жайып алдым. Жаңағы дайындап қойған фаршымызды да домалақтап ортасына саламын. 180 градус қызып тұрған пеште 30-40 минут аралығында піседі. Фаршымыз дайын болғанша. Және пісерден 5 минут бұрын бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті сеуіп шығамыз. Және 5 минутқа қайтадан пешімізге салып аламыз. Дәмі тілері, жұмсақ, өте дәмді, үлбіреген, тойымды, жеңіл кешкі асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса сіздерден лайк және пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырыңыздар. Менің каналымда ыстық тамақ, салаттар, торттардың рецептері көп. Қарап көріңіздер, бағалап жіберіңіздер.